Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге қарапайым заттардан жасалатын, өте тез дайындалатын осындай дәмді тағам түрін ұсынғым келеді. Ең алдымен картоп, пияз және де сәбізімізді кубиктеп турап аламыз. Салмасын дайындап аламыз. Тартылған етімізге пиязымызды қосып, дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Барлық қажетті заттарды описаниеге жазып кететін боламын. Тартылған етімізден осындай дөңгелекшелер жасап аламыз. Табамызға майымызды құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Пиязды қуырып алғаннан кейін үстіне картопымызды және сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минуттай отта ұстаймыз. Дәміне қарай паприка, қара бұрыш, тұз және де дәмдеуіш қолдандым. Қалауларыңызға қарай томат қоссаңыздар болады. Мен томатты паприкамен алмастырдым. Араластырып алғаннан кейін үстіне 600 мг суымызды құямыз. Макаронның ішіне фаршымызды осылай салып, табамызға қойып шығамыз. Бетіне туралған 2 сарымсағымызды салып, бетін жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Бізде асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.